Армысыздар көрермендер, сіздермен Абай медиа интервью. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ол Ақтоғай білімі, оның мүмкіндіктері мен жаңа заман талаптары болады. Енді сіздің осындай тұлға болып қалыптасуыңызға бір әсер еткен ұстаз бар ма? Менің анам, ол кісі сол мемлекеттік емтиханда маған 3 қойған. Ұстаздарыммен горжусь, прям мақтанам. Әрине, ол дұрыс. Ең қиын пән енді математика, химия пәндері кішкене қиындау болды. Техника мен сапа бойынша ауыл және қала мектептерінің арасында үлкен айырмашылық бар дейді. Әр ата-ана өз баласына тек қана жақсылық тілейді. Осы жылы оқушыларда тілектер кеші болмайды дейді. Бұл жайында қалай ойлайсыз? Бүгін біз Ақтоғай ауданының білім бөлімінің басшысы Дәрмен Қанатұлы Мұратовқа келдік. Сәлеметсіз. Саламатсыздар. Қалыңыз қалай? Рахмет. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Дәрмен Қанатұлы, енді сіз қай мектепті аяқтадыңыз, қандай білім алдыңыз, және сіз қандай оқушы едіңіз, сол жайлы айтып кетсеңіз бізге. Мен осы Қожамжар елі Тіленшін орта мектебін бітірдім. Енді оқушы кезінде жақсы оқуға тырыстық, бірақ спортқа көп көңіл бөлдік. Негізі мен мамандығым дене шынықтыру пәні мұғалімі. Тіленшін атындағы мектептерге үлкен рахметін жеткіземін, өйткені ол кісілер енді бүгінгі осындай күнге жеткеніме менің олардың үлкен деген бір үлесі болды. Өйткені біз сыныпта ең үлкен сынып болдық, 35 баладай. Соның түгеліне білім беру қазіргі таңда енді қарағанда өте қиын, бірақ ол кісілер түгелін өздері жеткізіп, енді бүгінгі күні біздің сыныптастан көп деген сыныптастарымыз жақсы жерде жұмыс істейтін, мақтаныш айтатын. Күшті. Енді сіздің осындай тұлға болып қалыптасуыңызға бір әсер еткен ұстаз бар ма? Ұстазымыз бар әрине. Ең бірінші ол менің анам, ол кісі менің ұстазым болды. 9 сыныпқа дейін. Орыс тілі және орыс әдебиетінің пән мұғалімі болды. Ол кісі менен мемлекеттік емтихан алған. Ол кісі сол мемлекеттік емтиханда маған 3 қойған. Бірақ ұстаз ретінде адамгершіліктің қандай болуын, негізі қандай адам болу керегін түгелін сол кісі маған үйретіп. Ал Тіленшін мектебінде Шарипова Зейнеп Сатауна деген мұғалім болды. Ол кісі өте керемет, қазір зейнеткер, өте керемет ұстазы болды. Ешқашанда дауыс көтермеген, ол кісінің сабақ берген түрін енді сөзбен жеткізе алмайсың, өйткені сынып түгел тыныш отыратын, ол кісінің сабағын керемет тыңдайтынбыз. Сүйікті пәндеріңіз қандай болды? Және сізге қиын келген пәндер бар ма? Сүйікті пәнім мен дене шынықтыру. Дене шынықтыру болды, рас, соған. Енді сол мамандық таңдағандықтан кейін сол айтайын. Ең қиын пән енді математика, химия пәндері кішкене қиындау болды. Оны өтірік айтпаймын, өйткені менің отбасым гуманитарный болды. Ол кісілер түгел. Әкем де анам да орыс тілі және орыс әдебиеті ұстаздары болды. Тіл жағынан кішкене жеңілдеу болды. Енді мектеп түлектеріне көңіл аударсақ, БТ ол білім сапасын көрсететін тестілеу ме, әлде жай баланың сәттілігіне қарай ма? Жоқ, бұл енді 11 жыл оқыған баланың білім сапасын көрсететін құралдың бірі ғой, ОБТ. 2004 жылы ұлттық бірыңғай тестін ең бірінші тапсырған біз едік. Ол кезде бізге өте жаңашыл ұстаздарымыз, ол кезде біз орталық осы Ақтоғай ауданның орталық мектептерінде тапсырадық. Интернет болмады. Біз ол кезде қағаз тест құралдарын өздеріміз, мұғалімдарымыз өздері құрастырып, үйден әкеліп, соны түгел оқытқан. Қазір түгел заман дамыған, бала оқимын десе, негізі бүкіл жағдай істелінген. ОБТ ол кездерде ОБТ болмаса мектепте мемлекеттік емтихан, содан кейін жоғары оқудың өзінің емтиханы. Бала 2 рет қобалжып, 2 рет сол неден өту керек.
дағдыдан. Сондықтан ұлттық бірыңғай тест негізі дұрыс деп ойлаймын. Өйткені оқыған балаға қазір өте көп возможность дейді ғой, өте көп жағдайлар жасалып жатыр. Және бір рет емес, өзінің бөлінген, өзінің уақыттары бар ғой қазір. Сондықтан бала өзінің жағдайын, деңгейін көріп, қай жердің қатесі көп, қай жерін тарту керек екенін көре алады. Сондықтан ұлттық бірыңғай тесттің дұрыс деп ойлаймын. Ақтоғай ауданының мектептері бүгінгі басты жетістіктері қандай? Енді Ақтоғай ауданының білім саласы мектептері, мен енді өзім осы лауазымға 5 ай бұрын келдім, бірақ басқа қалада жұмыс істесек те ел туралы ойлайсың, қарап жүресің әрқашанда. Жетістіктері аз деп айта алмаймын. Көріп атамыз, әрқашанда мәз болып атамыз. Биылғы күні өте жақсы жетістіктеріміз бар. Жақын арада балалар өнер мектебі өз жұмысын қорғап бірінші орынға келді. Республикадан әкеліп отыр. Негізі талпыныс өте көп, бірақ әлі де жұмыс жасау керек. Жетістіктері өте көп негізі. Ал енді осы білім саласында жүрген адам ретінде, білім саласының ішінде бір өзгерістер өзіңіз енгізгіңіз келсе, қандай өзгерістер болатын еді? Енді 5 айдың ішінде осы елдің түгелін аралап қарап жүрміз. Ең бастысы қазір заманға сай материалдық базаны толтыру. Жалғыз бір-екі мектепте емес, бүкіл толық. Осы өңіріміздегі 22 мектепті бір қалпына келтіріп, бүкіл мектептерге бір шанс дейді ғой, бірдей шанс беріп, содан кейін бәсекеге түсіп, соны көргісі келеді. Өйткені қазір заманауи цифрлық ғасыр ғой, цифровизация ғасыры, IT мамандар қазір өте керек, және ол кісілердің мамандығы өте қазір қажет. Ол кісілердің жұмыстары өте ауыр және қызықты сонымен бірге. Сондықтан ең бірінші материал техниканың база, содан кейін ұстаздарымыздың біріктіру, арттыру курстары, және де сол ұстаздарымыздың осы біздің балаларға күшті бір сабақ пен тәрбие берген. Техника мен сапа бойынша ауыл және қала мектептерінің арасында үлкен айырмашылық бар дейді. Оларды көбіне салыстыра береді. Осы екі шекараны бұзу үшін осы Ақтоғайда қандай шаруа, қандай жұмыстар жүргізілуде? Қазіргі заманда негізі ол осы жылы ғана емес, осыдан бір 4-5 жылын басталды. Ауылдан қалаға деген, қаладан ауылға. Бұл дарынды балалар мектептерін қаланың біздің мектептерге шақырып, тренинг, тимбилдинг, тағы да семинар өткізу бойынша. Ол кісілер келгенде жалғыз өздері ғана келмейді, барлық өздерінің құжат құралдарын әкеліп, бізге көрсетіп, сондай жұмыстар өткізіп отыр. Бірақ сонда да материалдық техникалық базаны бізге өзімізге нығайту керек. Сол бойынша. Осы жылы оқушыларда түлектер кеші болмайды дейді. Бұл жайында қалай ойлайсыз? Келісесіз бе, дұрыс шешім бе, әлде соңғы жыл, соңғы көрісулер бірге уақыт өткізу керек пе? Бұл негізі отыру кеші пандемия кезінен кейін кішкене азая бастады. Бірақ биыл бізге нақты шешімдер қабылдап айтылды. Мектеп кеші болмау керек, тосын сый болмау керек деп. Бұны мен толықтай келсем, өйткені осыдан 4-5 жыл бұрын өте қиын оқыс жағдайлар болған. Осы түлектер кештерінде, өздеріңіз білесіздер, интернет жүйесінде ол көрінді, болды. Сондықтан әр ата-ана өз баласына тек қана жақсылық тілейді. Сондықтан менің ойымша әр ата-ана өзінің баласының жетістігін көріп мақтанғысы келеді. Әрине. Сол енді түлектер кешінде әртүрлі жағдай болады. Оған көзде-көз болады. Сондықтан менің ойымша ол өте дұрыс. Өйткені оқушы үлкен өмірге қадам басайын деп жатыр. Соны дұрыстап, қабылдап, ойлап, терең ойланып, дұрыс қабылдаса, ең бастысы
қалаған оқу орнына түссе адам болуға болды. Енді сапа жағынан қала мен ауылдың қандай айырмашылығы бар? Білім сапасы бойынша негізі қала мен ауыл арасында бізде аудан мектептерінде кішкене дәлелі көп та, өйткені қала мектептерінің саны, оқушы саны өте көп. Аудан мектептерінің саны өте аз. Егерде бізде 22 мектеп болса, қалада 46 мектеп, Павлодар қаласында. Сондықтан 2000-нан асатын қалада мектептер бар. Ал бізде ең үлкен мектеп ол 512 бала оқитын қазір. Сондықтан біздің ұстаздарымыз біздің балаларымызға толықтай дұрыс сабақты беруге өте ыңғайлы жағдайлары бар. Техникалық база болмаса, өз ойларымен, өз енді мамандықтарымен дұрыс жақсы да нығайтатын оқушыларға жағдайларымыз бар. Өйткені бала саны мектептерде өкінішке орай аз. Енді IT, видеомейкинг, жасанды интеллектпен жұмыс жасау қазіргі таңда өте танымал зат. Және оған талаптар да жоғары. Сол бойынша ауылдық оқушыларға, сол салаларға қызығатын оқушыларға қандай мүмкіндіктер бересіздер? Енді қазіргі заманда негізі сол бағана айтқандай цифровизация ғасыры көбінесе бүкіл мектептерде емес, енді көбінде робототехника үйірмесі жұмыс істеп жатыр. Абай мектебінде сіздерде де бүкіл жағдай қазір IT-ға жасалып отыр. Енді сіздердің мектептердің сияқты бүкіл мектептерге жағдай жасауға тырысып отырмыз. Қазақстанда бізде Қайырбаев мектебі орта, сосын Дұрысов орта мектебінде жақсы күрделі ремонтқа істелген Дұрыс мектебі, орталық мектеп Қайырбаев. Сол кісілерге енді жақын арада тағы да сол IT мамандық бойынша, робототехника бойынша құрал-жабдықтар аламыз деген ойдамыз. Алғаш тапсырыстар енді қанша балға тапсырдыңыз? Мен 57 балға. Ол кезде проходной бізде 40 болды, біз 57 барға, бірақ менде творческий болды. Жақсы. Менде творческий, бізде дене шынықтыру, біз өзіміз қазақ тілі мен биология, және де творческий экзамен болды бізде. Қазір енді бүтін форматын ауыстырып жатыр ғой, тек бір рет тапсырады дейді, тағы да басқа мәліметтер шығып жатыр. Сол бойынша не ойлайсыз? Бұл дұрыс шешім ме? Негізі енді қалай біздің басшылық шешеді, сол дұрыс деп айта алмаймын, өйткені күту керекпіз, бірақ қазіргі формат дұрыс деп ойлаймын. Өйткені балаға бірнеше бір шанс береді, ол бала оқушы көреді өз жағдайын, сол бағана айтқандай, содан кейін өзі көреді, қай жерін тарту керек, қай пәнді қаттырақ оқу керек, ғылымдап оқу керек дегендей. Сондықтан енді күтеміз қалай болады екен. Енді бала үйренісу керек қой, тек бір рет қана тапсырса, бала өзі қатты қобалжиды. Бірнеше рет тапсырғаннан кейін дағдылана бастайды. Әрине. Бірақ біз бір рет қана тапсырдық. Кезінде біз бір рет қана тапсырдық, сол Қобалжыдыңыз ба? Сол әрине қобалжыдық. Ол кезде бізде мына жерде интернат болды. Бір күн бұрын ерте әкеліп осында қондырды. Таңертең сосын сол бірыңғай тестке апарды. Ол кезде мұғалімдарымыз, ата-анамыз түгелі сол біз шыққанша дейін қобалжып бізбен бірге болып тұрды. Мектеп оқушылардың үлкен университеттерге түсуіне қандай ықпал бар, қандай көмектер бар? Бұйықтан енді қазір ұбт-ға бізде өздері әр мектептің өз жоспары бар, бекітілген. Ол енді консультация, тағы да тесттерін алып жатады. Сосын ата-аналар өзімізді білесіздер, мына қалада неше түрлі центрлар бар, сонымен де жұмыс істеп жатады. Сосын сол ұстаздармен семинарға не туралы өткізіп жатамыз енді, бірақ мен тағы да айтамын, баланың ынтасы болу керек ең бірінші. Оқушының өзінің ынтасы болу керек, білім іздеуге. Негізі қазіргі заманда білімге аш болу керек. Өйткені өздеріңіз білесіз, мықты білікті біреу жығады, білімді мыңды жығады деген. Сондықтан негізі білімді
адам, білім алған адам ешқашан жұмыссыз немесе қаражатсыз қалмайды. Білім алған адам ол әрқашанда қоғамға керек адамның бірі болады. Оқушыларға көп зат дайындап берсең де, қосымшалар берсең де, ең бастысы оқушылардың талпынысы болу керек. Әрине, әр оқушының өзінің талпынысы бар. Үйдегі атмосфера дұрыс болу керек. Келісемін. Содан кейін ұстаздардың дұрыс дайындық, дұрыс баламен сұхбаттасып, дұрыс өмірге дайындау, ол да үлкен бір жұмыстың бірі ғой. Негізі ұстаздарға айта кетерім келеді, үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені әр ұстаздың бойында әр баланың жағатын бір оты бар. Сол жұмысты біздің ұстаздарымыз жүрегімен жасаса, ертең ол оқушы қанша жасқа келсе де ол ұстазды ұмытпайды. Келісемін. Мен де қазір түлек болғандықтан өзімнің ұстаздарыммен горжусь, прям мақтанам. Әрине, ол дұрыс. Ал мектеп қабырғасында оқушыларға ұялы телефон ұстаушы? Мектеп қабырғасында ұялы телефон ұстауға қарсылығым жоқ. Бірақ өйткені неге? Өйткені оқушы таңертең сабаққа егерде жаяу барса, сабақтан үйге жаяу қайтса, әртүрлі жағдай болғанда ата-анасымен хабарласу үшін. Бірақ сабақ барысында оқушы ұстаздың рұқсатымен қолданса, соны біздің ата-аналарымыз дұрыс қабылдаса, сол дұрыс болушы еді деп ойлаймын. Ұялы телефонсыз қазіргі заманда өте қиын. Өйткені әртүрлі жағдайлар болады. Қазір біз ауылдық мекенде оқып жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Қалалық мекенде өте қиын. Өйткені ата-аналардың көбі жұмыс жасайды. Оқушы үйіне өзі қайтады, өзі кіреді дегенде. Сондықтан ұялы телефонмен хабарласып, бар жағдайды балаға жеткізу бұл өте ыңғайлы. Енді өзіңіздің жас кезіңізге, оқушы кезіңіздегі өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Менің бір өкінішім, мен енді спортпен шұғылданған екен, кішкене мүмкін өзімнің жалқаулығыммен спортқа дұрыс профессиональный спорт дейді ғой, соған жете алмадым, соған өкінішті болдым. Және де жаңа сіздерге айтқандай, 2018-ден кейін мектеп әкімшілігіне келгеннен кейін маған жаңадан оқу пайда болды. Жаңа жан-жақтан мен заңдарды оқып, нормативтарды түгелін жаңадан оқып, ол түгелін зерттеп, соның түгелін негізі сол мектеп кезінен оқуға болушы еді. Өйткені уақыт болды бізде. Бізде қалай жарысқа барасын, бара сала жарыс емес қой, уақыт болады. Кейде күндеріміз болады, жарыстар бір күн ойын бар, екінші күн ойын жоқ дейді. Сол кезде ақырын ғана білім ала беруге болушы еді. Қазір жастарға айтатын, сол ең бастысы білім, содан кейін істеген істі қорықпай аяқтап, ең бастысы жауапкершілік алу керек. Бұл ең басты оқушыларымызға беретін кеңесіңіз? Білім алу, ең бастысы білім алу. Білімсіз не спортта да, не қоғамда да, ешқай жерде де жол дұрыс болмайды. Сізбен толықтай келісемін. Енді подкастымызды аяқтай бастайық. Сізге уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет үлкен. Көрермендерге бірдеңе жолдасаңыз енді. Ал құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, сіздерге барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Ұстаздар қауымына басымды иемін. Өйткені бағана айтқанда әр ұстаздың бойында өзінің әр оқушының жағатын бір оты бар. Сол оттарыңыз ешқашан сөнбесін. Құрметті ата-аналар, біздің мына ұстаздарымызды, мектептерімізді әрқашанда қолдап, бір бағытта болайық. Ал құрметті оқушылар, сіздерден тек қана дұрыс білім алып, бізді қуантып, мына ауданымыздың атын тек қана жақсы жағынан көрсеткендеріңіз. Ол барлықтарыңызға рахмет. Үлкен рахмет. Мен де өзімнің мектебіммен мақтанамын. Осындай мүмкіндіктер бергеніне, білім басқармасына да бүгінгі сұхбатымыз үшін үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларыңызға біз қуанышты боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.